Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәнінен бізді мазалаған сұрақтар тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету. Ендеше суретке назар аударыңдар. Мына сұрақтарға жауап іздеп көрдіңдер ме? Ғарышқа не үшін ұшады? Доп неге шар сияқты ұшпайды? Не ауыр, не жеңіл? Құстар қалай ұшады? Ұшуды кім ойлап тапты? Деген сұрақтар сендерді ойландырды ма? Иә, мұндай сұрақтар кімді де болмасын ойландырары анық. Сұрақтарға жауабымыз тіпті қиял ғажайыпқа ұласып кетуі де мүмкін. Дәл осындай сұрақтарға жауап іздеген орыс жазушысымен таныс болайық. Александр Романович Беляев 1884-1942 жыл аралығында өмір сүрген ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қос мекенді адам» кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмде түсірілген. Ендеше Александр Романович Беляевтің адам ұшуды қалай үйренді мәтінімен таныс болайық. Биікке түтін ғана емес, жылы ауада көтерілетінін адамдар ерте кезден-ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып, жылы ауаны ұшу мақсатында пайдаланған ағайынды француздар монголдар еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, кейін өздері де ұшты. Ал француз ғалымы Шарль әуе шарын ауадан жеңіл газ сутегімен толтырды. 10 минуттың ішінде шар 1000 метр биіктікке көтерілді. Осыдан кейін-ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Бірақ мұндай шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді. Себебі ол ескен желдің еркінде болатын. Ал адамдар қайда барғысы келсе, сол жаққа ұшқысы келді. Әуе шарын қайткенде басқарылатын етіп жасауға болады. 19 ғасырда орыс өнертапқышы Архангельский желкенді қайық сияқты жоғары көтерілгенде жиналып, төмендеген кезде жайылатын қанаты бар әуе шарының жобасын жасады. Бұл механизм бу қозғалтқышымен іске қосылатын еді. 15 жыл өткен соң өнертапқыш Соковин аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес, қатты, ерекше қатырма қағаздан жасапты. Аэростатқа 2 рөл бекітілді. Оның бірі жерден көтерілуге, екіншісі әрі-бері бұруға арналған еді. Ұшу аппараттары неге ұқсап келе жатыр? 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін, тіпті одан да биікке басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды.
Мұндай биіктікте адамға ауа жетпей қалмауы үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтін арнайы бекітілетін кабина жасауды да ойластырған еді. 11 шақырымға одан да биікке ұшатын осындай аэростат стратостат деп аталды. Дирижабль бұл басқарылатын аэростат, бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті еді, өйткені оның ішкі қабатының жұқа матадан жасайтын. Оны сәл ғана ұшқаннан лап ете түсетін сутегі газымен толтырған, сондықтан бұл өте қауіпті еді. Кейбір адамдар қанат байлап, биік жерден секіріп те көрді, кейбіреулері ауада қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо да Винчи жасаған еді. Ең алғашқы планер өте қарапайым еді. Олар батпырауыққа ұқсайтын. Мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың. Планердің небір түрі жасалды. Олардың сыңар қанаттысы да, қос қанаттысы да, үш қанаттысы да бар еді. Дегенмен планер өзін әуеде демейтін ауа толқынынан жылдам ұша алмады. Ал адам желден де жылдам ұшып, мыңдаған шақырым жерді шарлағысы келді. Мына сұрақтарға жауап іздеп көріңдер. Ұшу аппаратын жасаған кезде ғалымдар қандай кедергілерді байқады? Мәтінде біз демалатын ауа оттегі не туралы айтылған? Мәтіннің түрін анықтаңдар. Мәтін ертегі немесе әңгіме ме? Әлде мысал немесе танымдық мәтін бе? Дұрыс айтасыңдар, бұл танымдық мәтін. Біз де алысқа ұшамыз тақырыбына әуе шарының суретін салып безендіріңдер. Оған ат қойыңдар. Және суреттегі ұшу аппараттарын сипаттаңдар. Және сабағымызды қорытындылап кетейік. Армандар оңай орындала ма? Бүгінгі заманда ұшақ, тікұшақ болмаса, адам үшін қандай қиындықтар болар еді? Әңгімелеуге дайындалыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.